Біз не дейміз? Бәріміз білетін дұға бар, Раббана атина фид дуния хасана. Раббымыз бізге бұл дүниеде жақсылық бер, ва фил ахирати хасана, және ахиретте жақсылық бер, ва қина азабан нар, және бізді тозақтың отынан сақта деп біз дүние жақсылығында, ахиреттің жақсылығында сұраймыз. Алла тағала осыны айтатын кезде Бақара сүресінде не деді? Адамдардың ішінде тек қана дүниенің жақсылығын сұрайтындар бар дейді. Сол сияқты сол тек қана дүниеде бәрі жақсы болса екен дейді. Ана дүниені ойламайтын, намаз, оразасы енді жаңағы ана жаққа деген дайындығы шамалы, тек дүниені ойлайтындардың жағдайын Алла тағала Құранда баяндап айтып жатыр. Мән кана юридул хаята дуния. Кім осы дүниені қаласа, уа зинатаха, әдемі, красивая жизнь дейді ғой, әдемі өмір сүру. Нуаффи илейхим а'малахум. Олардың істерін бұл дүниеде толық, в общем, жұмысы жүріп тұрады дейді. Жақсы қылып қоямыз дейді. Уахум фиха ла юбхасун. Еш нәрсе кемітпеймін дейді Алла тағала. Дүниеде бәрі ода чеки-чеки деймін, в общем, бәрі тамаша керемет болады, ешқандай проблема жоқ дейді. Енді келесі аятта айтады мәселенің ең негізгісін. Улаика аллазина лайса лахум фил ахирати илля нар. Ал енді бұл дүние өтті, кетті, іштің, жедің, қызықтың бәрін көрдің, ана жаққа келдің ана дүниеге. Дым жоқ дейді да, тозақтан басқа дейді, Алла сақтасын.